Наурыз көже ішеміз. Наурыз мейрамы қазақ халқының ең басты ұлттық мерекелерінің бірі. Бұл күнді халық жаңару, жақсылық пен молшылықтың бастауы деп санайды. Наурыз мерекесінің басты тағамы наурыз көже. Наурыз көже ырыс пен бірліктің символы. Оны жасаудың өзіндік дәстүрі бар. Көже 7 түрлі азық-түліктен жасалады. Қазақ халқы 7 саны қасиетті деп есептеген. Бұл көжеге 7 түрлі өнім ретінде су, ет, тұз, сүт, май, жарма және дәнді дақылдар. Әрекет көмек молшылық пен құт берекені білдіреді. Су тіршілік көзі. Ет молшылық пен тоқшылықтың белгісі. Тұз өмірдің күші. Сүт ақтық пен тазалық. Жарма ырыс пен құт. Май өмірдің тұрақтылығы. Дәнді дақылдар өсіп өну мен жаңару. Наурыз көженің тағы бір ерекшелігі оны көп жасап қонақтармен бөлісу. Ертеде қазақтар көжені тойғанша іш, жыл бойы тоқ жүресің деп ырымдаған. Үй иелері қазан толы көже пісіріп, ауылдастарына ұсынып, татулық пен достық нығайтқан. Қазіргі таңда дәстүр сақталғанымен, кейбір жастар ұлттық тағамдарға аз көңіл бөледі. Арнайы мектептер мен қоғамдық орындарда наурыз көже пісіру дәстүрін жандандыру қажет. Бұл тек тағам ғана емес, халқымыздың мәдени мұрасы екенін ұмытпауымыз керек. Наурыз бірлік пен татулықтың мерекесі. Осы күні адамдар реніштерін ұмытып, бір-бірін құттықтап, дастархан басында бас қосады. Ендеше бағасы наурызда наурыз көже ішеміз деп қазақтың дәстүрін жаңғыртайық.